Басыңыздағы ойлар тоқтамай жүрме. 10 минуттық медитация. Бір ойдың артынан екінші ой келіп, миыңыз шаршады ма? Бір нәрсені қайта-қайта ойлап, болған әңгімені есіңізге түсіріп, әлі болмаған нәрсеге алаңдап, тіпті демалғыңыз келгенде де ойыңызды тоқтата алмай жүрсіз бе? Дәл қазір ештеңені шешудің қажеті жоқ. Ештеңеге жауап іздеудің де қажеті жоқ. Келесі 10 минутты тек өзіңізге беріңіз. Терең тыныс алыңыз. Баяу дем шығарыңыз. Қазір біз ойлармен күреспейміз. Оларды жай ғана өткізіп жіберуді үйренеміз. Өзіңізге ыңғайлы қалыпта отырыңыз немесе жатыңыз. Телефоныңызды үнсіз режимге қойыңыз. Көзіңізді ақырын жұмыңыз. Иығыңызды босатыңыз. Жағыңызды қыспаңыз. Маңдайыңызды босаңыстыңыз. Қолдарыңыз еркін жатсын. Енді мұрын арқылы баяу терең тыныс алыңыз. 1, 2, 3. Бір сәт кідіріңіз. Енді асықпай дем шығарыңыз. Тағы да терең тыныс алыңыз. Және баяу дем шығарыңыз. Денеңізге дәл қазір қауіп жоқ екенін сезінуге мүмкіндік беріңіз. Сізге ешқайда асығудың қажеті жоқ. Осы бірнеше минут ішінде ешкімге ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Ештеңені бақылауда ұстаудың қажеті жоқ. Сіз жай ғана осындасыз. Тыныс алып отырсыз. Осының өзі жеткілікті. Енді басыңызға қандай ой келіп жатқанын байқаңыз. Оны тоқтатуға тырыспаңыз. Қуып жібермеңіз. Онымен дауласпаңыз. Тек байқаңыз. Мүмкін ертең не болады? Мен дұрыс жасадым ба? Неге ол маған олай айтты? Егер бәрі ойдағыдай болмаса ше? Деген ойлар келетін шығар. Олар келе берсін. Ойдың келуі сіз сол ойға міндетті түрде сенуіңіз керек дегенді білдірмейді. Әрбір ойды аспандағы бұлт секілді елестетіңіз. Бұлт пайда болады. Біраз уақыт тұрады. Содан кейін әрі қарай жылжиды. Тағы бір ой келеді. Ол да өтеді. Сіз ойларыңыз емессіз. Сіз сол ойларды байқап отырған адамсыз. Осыны сезініңіз. Енді өзіңізден сұраңыз. Мен дәл қазір шешуге тырысып отырған нәрсені осы сәтте шынымен шешуім керек пе? Жауап беруге асықпаңыз. Тек тыныс алыңыз. Кейбір нәрселердің жауабы дәл қазір келмеуі мүмкін. Бұл қалыпты. Кейбір мәселелер ертең шешіледі. Кейбір сұрақтардың жауабы уақыт өте келеді. Ал кейбір нәрселер сіз ойлағандай маңызды болмай қалуы мүмкін. Сондықтан дәл қазір өзіңізге рұқсат беріңіз. Бәрін білмеуге, бәрін бақыламауға, бәрін бүгін шешпеуге. Ішіңізден қайталаңыз. Мен бәрін дәл қазір шешуге міндетті емеспін. Мен барлық нәрсені бақылауға міндетті емеспін. Мен өзіме демалуға рұқсат беремін. Мен жауапты кейін де таба аламын. Баяу тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Енді назарыңызды ойларыңыздан денеңізге ауыстырыңыз. Аяғыңызды сезініңіз. Қолыңызды сезініңіз. Денеңіздің орындыққа немесе төсекке тиіп тұрған жерін сезініңіз. Айналадағы дыбыстарды байқаңыз. Ешқайсысына баға бермеңіз. Тек естіңіз. Енді тынысыңызды сезініңіз. Ауа мұрныңыз арқылы кіріп жатыр. Және қайта шығып жатыр. Осы сәтте сіз өткен шақта емессіз. Болашақта да емессіз. Сіз осындасыз. Дәл қазір. Осы тыныспен бірге. Өзіңізге айтыңыз. Мен осы сәттемін. Дәл қазір мен тыныс алып отырмын. Дәл қазір маған бәрін шешудің қажеті жоқ. Осы сәт жеткілікті. Енді ойларыңыз баяу ағып жатқан өзен деп елестетіңіз. Әр ой судың бетінде жүзіп бара жатқан кішкентай жапырақ. Бір жапырақ келеді. Сіз оны көресіз. Бірақ ұстамайсыз. Ол әрі қарай жүзіп кетеді. Тағы бір ой келеді. Оны да ұстамайсыз. Жібересіз. Сізге әр ойдың артынан жүгірудің қажеті жоқ. Әр сұраққа жауап берудің қажеті жоқ. Әр қорқынышты шындық деп қабылдаудың қажеті жоқ. Тек байқаңыз. Және жіберіңіз. Ішіңізден қайталаңыз. Ой келді, мен оны байқадым. Ой кетті, мен оны жібердім. Мен ойлармен күреспеймін.
Мен тыныштықты таңдаймын. Мен өзіме тынығуға мүмкіндік беремін. Енді келесі сөздерді асықпай қайталаңыз. Әр сөйлемнен кейін кішкентай пауза жасаңыз. Менің ойларым біртіндеп тынышталып келеді. Мен бәрін бақылауға міндетті емеспін. Мен өткенді қайта-қайта талдауды босатамын. Мен әлі болмаған нәрседен қорқуды босатамын. Мен дәл осы сәтке ораламын. Мен тынысымды сеземін. Мен денемді сеземін. Мен өзіме демалуға рұқсат беремін. Бәрінің жауабын бүгін табу міндетті емес. Мен бір нәрсені бір уақытта шешемін. Мен өзіме жұмсақ қараймын. Мен ішкі тыныштықты таңдаймын. Тағы бір рет терең тыныс алыңыз. Баяу дем шығарыңыз. Енді бірнеше секунд ештеңе жасамаңыз. Тек тыныштықта болыңыз. Ой келсе келсін. Ой кетсе кетсін. Сізге оның артынан барудың қажеті жоқ. Енді өзіңізге бір ғана сөйлем айтыңыз. Мен барлық ойымды дәл қазір шешуге міндетті емеспін. Тағы бір рет. Мен барлық ойымды дәл қазір шешуге міндетті емеспін. Терең тыныс алыңыз. Және ұзақ дем шығарыңыз. Саусақтарыңызды ақырын қимылдатыңыз. Иығыңызды жеңіл қозғаңыз. Айналадағы дыбыстарды қайта байқай бастаңыз. Көзіңізді ашуға асықпаңыз. Дайын болған кезде ақырын көзіңізді ашыңыз. Ойлар қайта келуі мүмкін. Бұл қалыпты. Олармен күресудің қажеті жоқ. Тек өзіңізге қайта оралыңыз. Тынысыңызға. Осы сәтке бір нәрсені есте сақтаңыз. Әр ой шындық емес. Әр ой әрекет етуді талап етпейді. Кейбір ойларды жай ғана өткізіп жіберуге болады. Бүгін өзіңізге жеңілірек қараңыз. Бір нәрсені бір уақытта жасаңыз. Ал қалғанын кейінге қалдыруға өзіңізге рұқсат беріңіз. Егер осы бірнеше минуттан кейін ойыңыз сәл де болса тынышталып, денеңіз жеңілгенін сезсеңіз, бұл медитацияны сақтап қойыңыз. Ойларыңыз қайта мазалай бастаған кезде оған қайта орала аласыз. Осындай қазақ тіліндегі медитациялар мен жан тыныштығына арналған практикаларды тыңдау үшін Шүкір Лайф арнасына жазылыңыз. Ал пікірге бір ғана сөз жазыңыз. Жіберемін. Бүгін өзіңіз басқара алмайтын нәрселерді жіберуге рұқсат беріңіз. Ойыңыз тыныш, жүрегіңіз жеңіл болсын.